Армысыз қадірменді көрермен. Бұл Тураби бағдарламасы және оның жүргізушісі Сағат Хасан. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Нұрбол Досжанов Абдолов және осы соттың судьясы татуластырушы судья Нағима Аманкелдіқызы Искакова. Бүгінгі күннің тақырыбы карантин кезіндегі сот ісін жүргізу. Біз өткен хабарымыз аяқталғаннан кейін бізге бір көрерменіміз шығып сұрақ қойды. Біздің берген талап арызымызды соттың бастығы өзінің қарауына алып, басқа судьяларға табыстайды екен, осы рас па деген сұрақпен. Бұл осы сұраққа жауап бермес бұрын алдын ала түсірілген сұхбатымызға назар аударайық. Саламатсыздар ма? Бүгін Атырау облысының мамандандырылған экономикалық сотында талап арыздардың сот кабинеті арқылы қалай түсіп, қалай тіркелетіні жөнінде айтатын боламыз. Ағымдағы жылдың наурыз айында пандемияға қатысты карантиндік шаралардың жариялануына байланысты талап арыздардың барлығы электронды түрде сот кабинеті арқылы түсетін болды. Атап өтетін болсақ, ең алдымен талап арыз кіріс бөлігінде, кіріс хат-хабарлар бөлігінде сот кабинеті арқылы түсіп тұрады. Сол түскен талап арызды тіркеу барысында кіріс құжатты алғашпен толтырған кезде мынада жерде жіберушінің мекен жайын толтырамыз. Журналдың индексін таңдаймыз, ол яғни талап арыздың тіркелетін индексі 3/1. Хат-хабардың түрін таңдаймыз, талап арыз. Сосын негізгі құжаттың тілін таңдаймыз. Талап арыз қай тілде түсіп тұр? Қазақша немесе орысша? Қазақша түссе қазақшаны таңдаймыз, орысша түссе орысша тілін таңдаймыз. Соңына келгенде мына жерде тіркелген қай маман тіркейді, сол маманның аты жөні жазылады, сосын сақтау тетігі басылады. Келесі кезекте деректерді толтырамыз. Деректердің ішінде талап арыз электронды түсті ма, немесе қолма-қол түсті ма деген тетік бар. Соған электронды түрде түсті деген, я деген тетікті басып, келесі астында іс жүргізудің түрін таңдаймыз, ол талап арыз. Келіп түсу тәртібін толтырамыз, ол алғаш рет. Одан кейін өтініш берген кім, талапкер ма, немесе мемлекеттік орган ба, немесе заңды тұлға, немесе жеке кәсіпкер, соны таңдаймыз. Берілген талаптың мәнін толтырамыз. Бұл жерде берешекті өндіру жөнінде, немесе мемлекеттік жосықсыз қатысушы ретінде қандай талаптың мәні қандай мағынада келеді, соны толтырамыз мына тетікшеге. Одан кейін істің санаты бойынша қосымша негіздерін толтырып кетеміз. Сол бойынша бұл карточкеге нөмірі беріп сақталып, келесі одан кейін тараптар толтырамыз. Тараптар негізінде сот кабинетімен түскенде автоматты түрде толтырылып келеді талап арыз жіберушімен. Алайда тараптардың ішіне жеке дара кіріп, барлық мәліметтерін тексеріп, сосын электронды поштасы бар ма, жоқ па, соны қарап, егерде бар болса толтырып кетеміз электронды поштасын, егерде жоқ болса, жоқ деген тетікті басып, сақтау тетігін басамыз. Келесі кезекте барлық деректердің бәрі түгел толтырылғанын тексеріп болғаннан кейін судья тетігіне барамыз. Судья тетігінде автотарату деген бар. Автотарату ешқандай да бір басқа адамның немесе басқа да электронды қосымшаның көмегінсіз автоматты түрде бөлінеді. Судьяны өзі таңдайды компьютер. Сол түскен судьяға істі журналмен табыстаймыз. Барлық сот кабинеті түскен талап арыз бойынша қысқаша мәлімет осы. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Осы сұраққа және жауап беру үшін сөзді Нағима Аманкелдіқызы сізге бағыштаймын. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің айтайын дегенім, бізге хабарласқан көрерменіміз жаңағы сот жүйесіндегі жұмыстарға тікелей сұрақ қойып отыр. Сот жүйесі және де судьялар мәртебесі туралы заңында айқындалғандай, соттың төрағасы сот кеңсесінің жұмысын ұйымдастырады және де сот жүйесіндегі статистикалық есептілікті бақылайды. Ал әрбір судья ол өзінің қабылданған шешімділігіне, қабылдайтын шешіміне қараған кезде біріншіден заңға,
бағынады, және де өзінің ар-ұятты басшылыққа алып, істегі бар дәлелдемелерді зерттеп, өзінің ішкі сенімі бойынша бейтарап бағалап шешім шығарады. Сондықтан тікелей соттың басшысының бір тікелей қаралатын іске оның ықтималы бар деген ол қате пікір. Және де екіншіден айтатыным, бұл сот жүйесінен келіп түскен, соттың кеңсесінен келіп түскен әрбір талап қою арыздары төрелік деп аталатын электрондық бағдарлама арқылы судьяларға бөлінеді. Бұл электрондық бағдарламада ол істің қандай судьяға, тікелей соттың төрағасына, немесе бұрынғыдай деп айтып отырғаным, бұл электрондық цифрлық жүйеге енгізілуіміз біздің осы республиканың деңгейінде 2000 жылдан бастап қолданысқа алынды. Одан бері көптеген өзгерістер енгізілді, толықтырулар енгізілді. Бізде көптеген жүйелер, қазіргі болашақта болып жатқан цифрлық бағдарламалар енді. Сондықтан ол жаңағы соттың өндірісіне келіп түскен талап қою арызы, ол дәл сол соттың төрағасына бөлінуге берілмейді. Ол соттың кеңсесінде бөлініп кетеді. Медиация туралы заңның қабылданғанына 2021 жылдың қаңтарында 10 жыл толады. Жалпы бұл медиация туралы заң өзінің өміршеңдігін көрсетті. Осыған байланысты Нағима Амангелдіқызы, сізге сұрақ. 2020 жылғы 10 маусымнан кейін татуластыру келісім шарттары қанша жасалынды, және ол өткен жылмен салыстырғанда оның көрсеткіші қандай? Қазақстан Республикасының заңы, медиация туралы заңы 2011 жылғы 28 қаңтарда қабылданып, 5 тамыз 2011 жылдан бастап қолданысқа енгізілді. Бұл медиация туралы заң қабылданғаннан бастап, бүкіл мемлекеттік органдар, соның ішінде сот жүйесі, осы медиация заңының тиімділігін қоғамға таныстыруға тырысты. Әлі де таныстырып келеміз. Енді медиация туралы заңы және де азаматтық процестік кодексінде соңғы енгізілген өзгерістер. Бұл өзгерістер 10 маусым 2020 жылғы татуластырушы судьяның іс-әрекеті. Татуластырушы судья азаматтық процестік кодексіне татуластырушы судьяның ұғымы енгізілгеннен бастап, 22 маусым 2020 жылдан бастап, судьялар өз республиканың, Қазақстан Республикасының деңгейіндегі судьялардың бәрі өз жұмыстарына кірісті. Бұл татуластырушы судьяның жұмысы, яғни медиациялық істер қандай істерге, қандай санаттағы істерге қолданылатыны саласы. Медиация заңында айқындалғандай, татуластыру істері бұл жеке және заңды тұлғалардың арасындағы даулар, отбасылық, сондай-ақ еңбектік қатынастардан туындайтын дау жанжалдардың арасында қолданылады. Қазіргі мына статистикаға көз жүгіртетін болсақ, 2019 жылғы экономикалық соттың сот өндірісінен келіп түскен арыздардың саны биылғы жылмен салыстырып қарағанда ұлғайған, азартылған. 2019 жылы келіп түскен арыздардың саны 2576 болатын болса, биылғы жылы келіп түскен арыздардың саны 1576, яғни 1000 санға азайтылғанына қарамастан, медиация қолданылу заңы мынау 22 июнь 2020 жылдан бастап қолданысқа енгізілгеннен бастап тараптармен медиабелді істерді татуластыру бойынша қолданылған іс-шаралардың арасында татуласу келісім бойынша аяқталған істердің саны өскен. Яғни бұл келіп түскен, жыл басында келіп түскен салыстырмалы түрде қараған кезде татуласу келісім бойынша 4,2% құрайды, ал медиациялық келісім бойынша 5,8% құрайды. Бұл дегеніміз медиацияның қолданылуы тиімді. Басқа ерекшеліктермен қарағанда татуласу ертеректен көзқарасқа сүйенетін болсақ, біздің әрбір даудың түйіні болған, шешімі болған. Сондықтан сотқа келіп түскен дау, егер ары қарай дау туғызбайтын болса,
егер сотқа дейінгі реттейтін болса, медиативтік қолданылатын істер, яғни азаматтық, отбасылық немесе еңбек қатынастарынан туындайтын дауларды шешу, тараптарды судья, медиатор өздерінің талап арыз келіп түскеннен бастап азаматтық процесстік кодексінде көзделгендей 10 жұмыс күн ішінде оларға шақырту хаттарын жолдап, сол шақырту хаттары бойынша тараптармен әңгімелесу жүргізіліп, медиация туралы заңның 1-ші бабында айтылған, егер де мынау дау 3-ші тараптың немесе әрекетке қабілеттілігі шектеулі азаматтардың немесе тұлғалардың мүдделерін қозғайтын болса, заң нормалары қолданылмайды деп. Енді қазіргі жағдайда сот тәжірибесінде біздер егер де 3-ші тұлғалардың, енді экономикалық сот болғандықтан 3-ші тұлғаларды кірістіру судья медиаторға шектеу қойылмайды. Біз егер де 3-ші тұлғалардың, 3-ші компанияның немесе 3-ші заңды тұлғалардың мүддесін қозғаса, оларды сотқа шақырту арқылы олардың пікірлерін тыңдап, дауды шешудің тиімді тәсілін ұсынып, егер олардың келісімдерін қолдану арқылы медиациялық келісімді жасау сот тәжірибесінде де қолданылуда. Бітімгершілік келісімшарттың, медиациялық тәртіппен жүргізген келісімшарттың және партисипативтік келісімшарттың айырмашылықтары неде? Медиациялық келісім және де партисипативтік келісім. Екі ұғым бар. Бұл медиация туралы заңның кодексінде де, азаматтық кодексте де айқындалған. Медиациялық келісім бұл татуластырушы судьяның әрекеті арқылы және де кәсіби медиатор немесе кәсіби емес медиаторлардың араласуы бойынша дауларды шешуші тұлға. Сондықтан ал партисипативтік келісім бұл тек қана талап қоюшы жаңағы заңды тұлға болсын, жеке тұлға болсын, олардың өкілдерінің арасында, олардың өкілдері адвокат, азаматтық процесстік кодексінде талап қоюшының өкілдерінің арасында, егер өкілі азаматтық адвокаттық өзінің тіркеуде болатын жағдайда, онда олардың арасындағы келісім екеуінің арасындағы партисипативтік келісім деп аталады. Сондай-ақ партисипативтік келісім заңгерлер палатасында тіркеуде тұрған жеке тұлғалардың өкілдері де дәл сондай партисипативтік келісімге қол жеткізе алады. Сондықтан қазіргі заңгерлер палатасында тіркеуде тұрған заңгерлер талап қою арыздарын сотқа берген жағдайда олардың өздеріне қол жеткізу арқылы, осы заңды қолдану арқылы, партисипативтік келісімге жеткізу арқылы осындай қолжетімділікті ары қарай жетілдіру қажет. Қазіргі жағдайда бізде тек қана адвокаттық кеңселерде тіркеуде тұрған партисипативтік келісімдер барда, заңгерлер палатасында тіркеуде тұрған заңгерлердің өтініштері арқылы партисипативтік келісім бірде-бір жоқ. Бұл адвокаттық және де заңгерлер палатасының заңдар туралы заңға өзгеріс 2019 жылы енгізілген. Бұл заң қолданысқа енгізіліп, заңгерлер палатасы жұмыстарын өзін ары қарай жалғастыруда. Сондықтан олардың ары қарай жұмыстарын жетілдіру мақсатында заңгерлер палатасына үндеу деп те айтуға болады, құлақтарына алтын сырға қазақша айтқанда. Қазіргі мүмкіндіктер сондай мүмкіндік беріп отыр. Алайда сот тәжірибесінде заңгерлердің арасында партисипативті келісім бірде-бір жоқ. Сондықтан осы саланы ары қарай жандандыру керек. Сұраймыз, өйткені заңгерлерде үлкен мүмкіншілік бар, көптеген компаниялар бар, көптеген заңды және жеке кәсіптік мекемелер бар. Сондықтан сол мекемелерге заңды тиімді жақтарын жеткізу керек. Медиациялық келісімді біз көптеген телекөрермендерге жеткізулер айтамыз. Себебі неден? Медиациялық келісімге келген кезде тараптар біріншіден өздерінің уақыттарын үнемдейді. Талап қоюшы да, жауапкер де. Медиатор, судья, ол талапкерге де, жауапкерге де заңның тиімділігін түсіндіреді.
Біріншіден, заңның тиімділігі бұл уақыт. Талап қоюшы туғызған дау бойынша екеуінің ұсыныстарын тыңдайды. Әрине, медиатор бұл өз еріктілігін түсіндіреді. Бұл медиациялық керім ерікті, ешқандай қысым-кершілік көрсетпей, екі жақтың ерікті келісімі арқылы оны бітістіруші судья. Сондықтан заңның талабы бойынша азаматтық процестік кодексінде көзделген, сондай-ақ азаматтық кодексінің көзделген талаптар бойынша кей жағдайда мынау біздің экономикалық соттың соттылығына жатқызылған істер бұл келісім шарт бойынша. Келісім шарттың әрбір бөлігін оқыған кезде сол шартқа сәйкес алынған міндеттемелер орындалуы тиіс. Соның міндеттемелерді жауапкерлер келіспейді, немесе талап қоюшы келіспейді. Сол жағдайларды бірге отырып талқылаймыз, талап қоюшы және жауапкер. Бұның тиімді жағы, ортақ шешім қандай? Яғни бейтарап бір шешімге келтіріп, оларды осындай татуласу келісімге шақырамыз. Татуластырушы судьяның бір міндеті, яғни бейтарап өз еріктілігімен келісімге келу. Сонымен қатар соттың тәжірибесінде қазіргі жағдайда медиациялық келісімге келген, жылдың басынан келген медиациялық келісімнің бұзылған немесе өзгертілген медиациялық келісім болған емес. Сондықтан бұны тиімді, әрбір келген тарап өзінің берген талабына қанағаттандырылған, ары қарай шағымдалмайды. Бұл талап қоюшыға да және де жауапкерге де тиімді. Сондай-ақ бұл медиацияның тиімділігі сот шешімі шыққаннан кейін атқару өндірісінде де қолдануға болады. Әр жағдайда кейбір талап қоюшы немесе жауапкерлер жаңағы сот орындаушының іс-әрекетіне шағым келтіру сияқты ары қарай даудың туындауына ол соттың тәжірибесінде енгізілген. Сондықтан соттың тәжірибесінде ондай даулар да бар. Алайда сот орындаушының араласуымен де, сондай-ақ кәсіби немесе кәсіби емес медиаторлардың араласуымен де медиациялық келісімге қол жеткізуге әбден болады. Татуластыру рәсімін онлайн түрінде жүргізудің ерекшеліктері қандай? Татуластырушы судья сотқа келіп түскен медиабелді, яғни татуласуға мүмкіндігі бар істердің бәрін қарайды. Соттың өндірісіне келіп түскен. Сол соттың өндірісіне келіп түскен істермен татуласу, яғни 10 күн ішінде оларға татуласуға шақыру қарттарын жолдайды. Шақыру қарттарында көрсетіледі татуластырудың салдары, татуласудың ұсыныстары, заң нормаларында қандай көзделген және де олардың келісімдері. Келісім арыздар келген кезде татуластырушы судья олармен жұмыс жасайды. Жұмыс жасаған кезде келесі күнге оларды сот процесіне шақырады. Сот процесі бізде онлайн режимінде өткізіледі. Онлайн режимінде татуласу кезінде судья-медиатор олармен сөйлеседі. Олардың пікірлерін тыңдайды, олардың ұсыныстарын тыңдайды. Егер тараптар өзара келісе алмаған жағдайда 10 күн мерзім өтетін жағдайда олардың келісім арыздарын алады. Егер сіздер осы судья-медиатордың бұған дейін 10 күн бойы жұмыс жасаған судьямен осы істің қаралуын қалайтын, қаламайтын туралы олардың арыздарын алады, сол арызға сәйкес сот процесі ары қарай жалғастырылады. Азаматтық процестік кодексінің 38 бабында көзделген, бұл 38 бап тараптарға оқылып беріледі. Азамат жаңағы 46, 47, 48 азаматтық процестік кодексінің 46, 47, 48 баптарында татуластыру, олардың бітімгершілікпен істі аяқтау салдары бәрі түсіндірілгенмен бірге азаматтық процестік кодексінің 38 бабы ол татуласпаған жағдайда түсіндіріледі. Яғни осы татуластырушы судьяның ары қарай осы істі жалғастыру. Егер де олар жалғастыруды қаламайтын жағдайда, онда олардың судьяға қарсылық білдіру. Қарсылық білдіру арқылы бұл істі басқа судьяға беру мүмкіндігі бар. Сондықтан бұл істі басқа судья қарайды. Бұл іс сонымен татуластырушы судья ешқандай анықтама, ешқандай сот актісі шықпайды. Себебі бұл арыз 10 жұмыс күн ішінде соттың өндірісіне қабылданбайды. Мына енді біздің көрермендерімізге, тыңдаушыларымызға айта кететін жағдай, талап қою арызы соттың өндірісіне түседі.
судья медиатордың қабылдауына жолданылады. Судья медиатор тараптармен әңгімелесіп өткізеді. Содан кейін барып, егер татуласуға қол жеткізілмеген жағдайда, онда оны сот өндірісіне қабылдау мәселесін шешуді басқа судьяға беруді қайтадан төрелік жүйесіне беріледі. Ол судья басқа судьяға бөлінеді. Ол төрелік жүйесі, электрондық төрелік жүйесі арқылы өткізіледі. Содан кейін барып, ары қарай оның қабылдамау. Енді бір айта кететін жағдай, азаматтық процестік кодексінде көзделген талап қою арызы 5 жұмыс күн ішінде оны осы соттың өндірісіне қабылдамаудан бас тарту немесе қайтару. Осы негіздерде судья медиатор осы 3 негізді келіп түскен арызды қарайды. Егер бұл арыз осы соттың соттылығына жатқызылмаса, немесе сотқа дейінгі татуласу рәсімдері сақталмаса, немесе сотқа дейінгі реттелмеген жағдайда, және де бұл қайтарылуға жататынға болса, судья медиатор оны 5 жұмыс күн ішінде қайтарады. Егер осы соттың соттылығына жатқызылған, татуласуға мүмкіншілік бар деген істерді ары қарай 10 жұмыс күнге созып қарайды, әңгімелеседі. Содан кейін барып, ол судья медиаторды таңдамаған жағдайда барып басқа судьяға, яғни төрелік ақпараттық жүйесі арқылы беріледі. Сондықтан осы жағдайды ескеруі тиіс. Қазіргі жағдайда 5 күн, 5 жұмыс күні, 10 жұмыс күні деген айырмашылық осы. 5 жұмыс күнінде тағы да бір айтатын кететін жағдай, көбіне мынау талап қою арызы бойынша қарызды өндіру, берешекті өндіру, келісім шарт бойынша мынау нотариалдық жазбаға сәйкес келісе алмаған арыздар соттың кеңсесіне келіп түседі. Сол жағдайда біздер қайтадан осы 5 жұмыс күнінде тараптарды татуластыруға шақырамыз. Татуласуға, олардың қандай қарсылықтары бар, қай жермен келіспейді, олармен сөйлесеміз. Ол 5 жұмыс күн ішінде, егер де 5 жұмыс күн ішінде шешілместен, егер сол арызда талап қоюды қамтамасыз ету туралы өтініш болған жағдайда, осы 5 жұмыс күн ішінде судья медиатор арызды қабылдап, талапты қамтамасыз ету бойынша шешім қабылдайды. Содан кейін барып, ары қарай 10 жұмыс күн ішінде, оны ары қарай 5 жұмыс күн, тағы да плюс 5 жұмыс күн, осы 10 жұмыс күн ішінде олармен татуластыруды өткізеді. Татуластыруға қол жеткізілмеген жағдайда ары қарай олармен осы судья медиаторды таңдайтын, таңдамайтыны, ары қарай қарауына, уже талап қою бойынша қарайтыны немесе қаламайтыны туралы арыздарын алады. Сол жағдайларды, айырмашылықтарын көп жағдайда біздің заңгерлер, адвокаттар, қарапайым халықтар түсінбейді, түсініксізбен қарамайды. Сондықтан осы жағдайда ескерулері қажет. Келесі сұрағымыз сізге, Нұрбол Досжанұлы. 2020 жылғы 15 наурыздан бастап Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлар енгізілді. Осыған байланысты мемлекет тарапынан жеке кәсіпкерлерге қандай жеңілдіктер қарастырылған? Армысыздар, құрметті көрермендер. Сұрағыңызға рахмет. Елімізде коронавирус індеті тіркеуіне байланысты төтенше жағдай енгізілгендіктен 2020 жылдың 20 наурызында Қазақстан Республикасы үкіметінің мемлекет сатып алудың арнайы тәртібін анықтау туралы нөмірі 123 қаулы қабылданған. Аталған қаулыға сәйкес мемлекет сатып алудың жеңімпазы деп айқындалған әлеуметтік өнім берушілер төтенше жағдай енгізілу салдарынан туындаған мемлекет сатып алу туралы шарт жасау жалтырған немесе орындамаған жағдайда тапсырыс беруші мұндай әлеуметтік өнім берушілерді мемлекет сатып алу жолсыз қатысушы деп тізіміне енгізу және оларға айыппұл санкцияларын қолдану жөнінде шаралар қабылданбайтын деп көрсетілген. Яғни алғашындағы қаулының жарамдылық мерзімі 2020 жылдың 31 шілдесіне дейін деп көзделген болса, алайда қазіргі мезгілде аталған мерзімді осы ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Сонымен қатар төтенше жағдай режимінің енгізілуіне барынша зардап шеккен экономика секторлары үшін норматив деңгейде төтенше жағдай режимін енгізу форс-мажор жағдай деп мойындау маңызды болып саналады. Бұл ретте жеке кәсіпкерлер және шағын бизнес өкілдері сотқа жүгіну кезінде төтенше жағдай форс-мажор жағдай деп мойындалуда. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының президент тапсырмасына сәйкес жолсыз кредиторлар тарапынан қысымға жол беру мақсатында осы жылдың 1 қазанына дейін заңды тұлға
және жеке кәсіпкерге қатысты банкрот процедура қозғалу тоқтатылды. Яғни айта кететін жағдай, аталған арызбен мемлекеттік мекеме жүгінуге тыйым салынды. Мысал ретінде бұл Атырау облысы кірістер департаменті және Атырау қаласы бойынша кіріс басқармалары болып саналады. Ал заңды тұлғалар өзінің төлем қабілеттігін төмен болған жағдайда олар аталған арызбен сотқа жүгінуге толықтай құқығы бар. Сонымен қатар елдегі төтенше жағдайлар байланысты мемлекет шағын және орта бизнесті қолдау бағыттарын түрлі шараларды қолға алғаны белгілі. Солардың бір бөлігі болып, ол салықтық жеңілдіктер. Яғни үкімет пандемия кезінде зардап шеккен кәсіп иелерін түрлі салықтан босатылып, қолдау көрсетілуде. Яғни қазірімізге осы аталып өткен шараларға байланысты тараптардың сотқа жүгіну едәуір азаюда. Рахмет. Сотта осындай істер қаралды ма? Сот тәжірибесінде осындай істер қаралуда, яғни әлеуметтік өнім беруші мемлекет сатып алу қатысушы деп тану туралы талап арыздар қазір уақытта да түсуде. Осыған байланысты мына талап арыз сотқа қабылданғаннан кейін сот аталған азаматтық іс бойынша осы жоғарыда атап өткен қаулыға сәйкес, яғни қаулыға және азаматтық процесстік кодексінің 277 бабының бірінші бөлігіне сәйкес, яғни сотта қаралуына жатпауына байланысты аталған санаттағы азаматтық істер қазір уақытта тоқтатылуда. Және де статистикаға тоқталатын болсақ, аталған талап арыздар бойынша төтенше жағдай кезінде сот өндірісінде банкрот бойынша 31 талап арыз келіп түскен, оның 5-еуі кері қайтарылып, 2-еуі қанағаттанудан бас тартылды, 7-еуі қараусыз қалдырылды. 12-сі қанағаттанып, 2 өндірістен қысқартылған 2 азаматтық іс. Және де аталған төтенше жағдай кезінде мемлекет сатып алу бойынша 309 талап арыз келіп түсті, оның 24-і қайтарылды, 92-сі қанағаттандырылды, 82-сі қанағаттанудан бас тартылды, 26-сі қараусыз қалдырылды. Соның ішінде 55 өндірісте қысқартылып, бір азаматтық іс соттылығы бойынша жолданды. Осы орайда қосымша айта кететін жағдай, мемлекет мекеме басшыларына айтарымыз, жоғарыда айтылған қаулы қабылдаған қарамастан мемлекеттік мекемелер мемлекет сатып алу талап арызы сотқа жүгінуде. Осыған байланысты өзінің мемлекеттік мекемелер бағыныстағы бөлімдерге аталған қаулыны түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет деп санаймыз. Бұл жайлы Атырау облыстың төрағасының бастамасымен көптеген дөңгелек үстелдер жүргізіліп, және аталған қаулы түсіндірілді. Бана ата кететін жай, талап арыздардың беру себебі осы мемлекет сатып алу заңының 12-ші бабына сәйкес тапсырыс беруші әлеуметтік өнім берушілерге өзіне шарт бойынша тиісті міндеттемені орындамаған жағдайда сотқа талап арызбен жүгінуге тиіс. Осы жүгінбеген жағдайда осы әлеуметтік өнім берушілер тапсырыс беруші жауапкершілікке тартылатыны бәрімізге хабарлы. Осыған байланысты тексеру органдарына ішкі аудит департаменті және тексеру комиссиясына осы жоғарыда аталған көрсетілген мемлекеттік мекемелерге хат жолдай отырып, яғни талап арызбен жүгінуге, яғни төтенше жағдай салдарынан туындаған орындамау салдары бойынша, шарттар бойынша сотқа жүгінбеуге құқығы бар туралы ұсыныс хаттар жолданса, сотқа бір едәуір көмек ретінде жақсы болар еді. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.